Мен өз елімнен қазіргі кезде өте қатты қорқа бастадым. Неге? Өйткені осы видеоны сол үшін жасап отырмын. Бұл видеоны до конца көріңіздер, яғни соңына дейін көріңіздер. Тіпті комментарий жазып үлгерсеңіздер де болады, лайк басып үлгерсеңіздер де болады. Арнаға жазылуды да ұмытпайық. Ендеше бастаймын. Видеоның басында айтқандай, мен өз елімнен қазіргі таңда өте қатты қорқа бастадым. Өйткені тіпті өз елімнен қазіргі кезде біреу кет жүр, мен саған басқа жер ұсынамын десе де мен бармаймын. Бірақ өз елімнен өте қатты қорқамын. Өйткені қазіргі кезде біздің елде үлкен қиыншылық, үлкен қаржы жоқтығы, үлкен коррупцияның орын алуы, яғни коррупция ауруымен бүкіл адамдардың ауруы. Осы коррупция ауруы мені өте қатты қорқытады. Өйткені бұл коррупция ауруы бізді ешқашанда жақсылыққа апармайды. Тіпті сізді де, мені де, барлығын ешқандай жақсылыққа апармайды. Сондықтан бұл коррупция ауруын мен өте қатты жек көремін, және бұл аурудан тез құтылудың жолын іздеу керек. Бірінші себеп осы. Өйткені бұл сөзді айтуыма менің бірнеше себептерім бар. Өйткені осы бірінші себеп коррупция. Екінші себеп көптеген блогерлердің адамдарды ойламай, көптеген әншілердің адамдарды менсінбей, адамдармен дұрыс қарым-қатынас орнатпай, адамдармен халықпен, яғни толығырақ айтатын болсақ, түрлі нәрселерді ұсыну, яғни реклама арқылы, 1xbet деген сияқты букмекерлік компаниялардың барлығын вайнерлер, блогерлер көбісі ұсынады. Бірақ көпке топырақ шашпаймын, ішіндегі таза адал еңбекпен жеткендері де бар. Бірақ олардың өздерінің де бір кемшіліктері бар болуы мүмкін, оларды әлі зерттеп көрмедім. Кімді айтып тұрғанын білесіздер, өте көп конкурс ұйымдастыратын 5-6 блогер бар. Соларды айтып тұрмын. Олар осындай букмекерлік кеңселерге рұқсат беріп, оларға реклама жасаудың өзі мен үшін өте қорқынышты. Көптеген вайнерлер, көптеген блогерлер бұған ешқандай қолдау бермейді, бұндай букмекерлік кеңселерге оларға ешқандай реклама жасап бермейді деген сияқты. Өйткені олар халал нәрсені өте қатты жақсы көреді, бірақ ақшаның адал жолмен табылғаны өте жақсы. Ешқандай букмекерлік кеңселерге жол жоқтығын айтқым келеді. Бұл екінші себептің басталуы, яғни блогерлер жайлы айттым, вайнерлер жайлы айттым, бірақ әншілер, шоу-бизнес өкілдері бұлардан да асып түсті. Неге? Өйткені оларда оқырман көп, оларды сүйіп тыңдайтын тыңдармандары көп, олар не айтса соны орындайтын адамдары да бар. Солардың кесірінен халық зардап шекті. Мысалға, Ернар Айдар, көпке ұзамай қойық, Ернар Айдар осы 1-2 ай бұрын осындай келеңсіздікке тап болған болатын. Яғни лотерея ойнатқысы келді, бірақ ол лотереяның соңы таза емес болып шықты. Сол секілді халықты ойламай көптеген әншілер, блогерлер, вайнерлер адамдарды алдап, халықты алдап өздеріне доход, яғни өздеріне ақша жасап отыр. Бұл екінші себептің басы. Үшінші себеп педофилдер. Бұлар біздің елімізде өте көп. Яғни педофилдер қазіргі кезде біздің қасымызда болсын, немесе біздің жерімізде аяқ басып жүр. Мен әлі күнге дейін түсінбеймін, педофилдерге неге өлім жазасын бұйырмайды. Оларға өлім жазасын кестіру керек, оларға осындай заң шығару керек. Бірақ алдында бір заң шығыпты, осындай педофилдерге немесе ауыр қылмыс жасағандарға химиялық бір ем жасайды, яғни химиялық бірдеңке егеді ол адамға. Сондықтан ол көбінесе біріншісінде химиялық препаратты енгізгеннен кейін ол адам ақыл ойынан адасама, білмеймін, бір сондай бір тұстары бар. Ол педофилдерге арналған жазалардың ең жеңіл түрі деп ойлаймын. Ондай адамдарды бірден дарға асып тастау керек. Педофилдер біздің елімізде әлі күнге дейін тұрып жатыр. Соңғы болған Сәтбаевтағы оқиға тіпті елді шулатты десек те болады. Халық жаппай көтеріліске шықты, ол педофилді іздеді. Яғни педофилдерге жол жоқ деген секілді халық бірден көтеріліп кетті. Соның нәтижесінде ол адам өз-өзіне қол жұмсап жіберді. Төртінші себеп елімізде қыз-текелердің көбеюі, яғни жігітсымақтар емес, тепсе темір үзетін жігіттер өздерінше қыз-теке секілді боянып, қыз-теке сияқты киінеді. Яғни солар сияқты видео түсіреді, тіпті блог түсіреді. Олардың айтуынша біз боянуды
қыздарға үйретеміз дейді мыс. Қыздар сонда өздерін қалай боянуды білмей ма? Әлде соларға үйрету керек па? Тіпті салондарды не үшін ашты? Сонда өздерін боянып, өздерін үйрететін болса, бұндай еркектерді де біздің елімізден қуып тастау керек. Яғни кезіндегі ата-бабамыз не үшін біздің жерімізді қорғады? Дәл осындай тәрбиелеу үшін бе, дәл осындай адамдардың пайда болу үшін бе, Қызтеке секілді жігіттердің? Жоқ, ондай емес. Біздің елімізді, біздің жерімізді өскелең ұрпақ иеге болсын деп осы жерді қалдырды бізге. Және осы жерді біз соңына дейін ақтап, соңына дейін күресіміз керек. Осы жерді біздің де келесі ұрпақтарымызға тастауымыз керек. 5-ші және соңғы себеп бұл TikTok әлеуметтік желісіндегі адамдардың, қыздардың, еркектердің, әйелдердің, жеңшелердің, келіндердің, тағы да сол сияқты ағалардың, апалардың, аталардың іс-әрекеттері, бұлардың видеолары. Кейінгі кездері қыздар көп шешініп кетті, жігіттер көп майдаланып кетті. Бұның үлкен деградацияға келіп ұшырауы, яғни қазақтардың деградацияға баспен кіріп кеткендігі. Алдында ғана бір адам шықты, ол өзім мен пайғамбармын деп шыға келді. Және ешқандай дінге сенбейтіндігін бірдеңке сондай сияқты бір заттарды, дүниелерді айтты. Аузына келген былайынша оттады. Ал қыздарға келетін болсақ, қыздар өздерінің денелерін, бүкіл жерлерін көрсетіп тынды. Яғни TikTok маған ұнайды, бірақ ыңғайлы, бірақ осындай дүниелердің бары мені қынжылтады. Яғни достар, сомен видео осымен тәмам. Сіздермен бірге падушам әңгіме болды. Яғни ішімдегін жеткіздім десем де болады. Сіздер түсінді деп ойлаймын не айттым дегенімді. Және видеоға лайк басып, арнаға жазылып, видеоны достарыңызбен бөлісуді ұмытпайық. Ендеше сау саламатта болыңыздар.